Қымбатты достар, біз жұмысшы мамандықтар жылына арналған жобамызды әрі қарай жалғастырамыз. Биыл жұмысшы мамандықтар жылына арналған арнайы жобамыздың кезекті шығарылымы Сенпесе Ақтөбе мұнай-газ зауытында. Біздің шығарылымның кейіпкері Абитов Жандос. Біз енді автоматтандыру цехында болғасын, бұл бізде кенгіду осы цехтың біз жүрегі болып саналамыз. Автоматика жүрегі болып саналады. Бізде мысалы осы цех пейінде пеш бар, қазан бар. Пештің бәрі автоматикада істейді бізде. РВС қазандар бар, басында қазір орам номері бар. Орам номері қанша мұнай келді, қанша мұнай ішінде бөлінеді, сумен мұнай бөлінеді, құйылған кезде. Сол бізде орам номері бар, соны есептейді. Қанша сантиметр су, қанша сантиметр мұнай, соның барлығын есептейді. Бірінші күні келген кезде жұмыста ондай ауыр жұмысқа салмайды. Ең бірінші жеңіл желпі жұмыстың барысын түсіндіру ретінде. Былай басында қиын болады, негізі практика бәрін балада алып шығатын сені. Әкем мен шешем енді, әкем осы жақта газовик болып жұмыс жасады, шешем Ойынгудал химлабораторияда жұмыс жасады. Әке шешем менің нефтяник. Әкем осы Кенгуруда 25 жыл бойы жұмыс жасап, пенсия шықты. Шешем Ойынгудуда жұмыс жасады лабораторияда. Ол кісі де химлабораторияда жұмыс жасады, ол кісі де осы пенсия шықты. Балалық шаққа келетін болсақ, сол әкем мен шешем осы нефтяник лагерге путевка алып берген кезде сол мәз болып барған есімде, сол лагерге барған. Өзім қалап түскен мамандығым осы жұмысты мен 5 жыл күттім. 5 жыл күттім, кірдім, өз орнында жүрмін. Алдыға қарай мотивация бұйырса инженер болсам деймін. Дальше қазір енді мысалы жастарға айтатын болсақ, бізде дейтін искусственный интеллект дейтін бар, не бар. Қазір заманына сай бізде де сондай барлығы автоматика болғасын жерде. Жастарға енді айтатын болсақ, оқу керек. Ең бірінші оқығаннан теориядан бұрын практика. Қанша оқығанмен, айтқанмен көзбен жетіп, қолмен ұстап үйренген жақсы да.